1930 жылдардағы ашаршылық туралы ақын Мәриям Хакімжанованың естелігі жүректі шымырлатады. Ол кезде ақын Алматыда оқып жүрген. Көшеде өліктен аяқ алып жүру қиын еді дейді ол. Бірде арнайы тапсырмамен бір топ студент Талғар жаққа қарай өлік жинауға шығады. Көліктің де шамасы белгілі, өздері әбден шаршайды. Қызыл су көлкіп аяқтарынан өтеді. Сөйтіп келе жатқанда бір кішкентай төмпешіктің үстінде бірдеме қарайғандай болады. Жанына келсе, төмпешік үстінде ұзыннан шалқалап, басында тымағы, үстінде күпісі, аяғында саптама етігі бар, сақалы өсіп кеткен 55-60 шамасындағы бір кісі жатыр. Бір қолында 7-8 жасар бала, екінші қолында домбыра. Екеуінде қолдарын қарыстыра қатты қысып құшақтап алған. Маңайындағы қары еріп, суы астарына жиналып қапты. Мәйіттерді қозғамас бұрын жанындағы қар мұзды мұқият күреп тазалап шығады. Шоқылау жерден бір қабір қазады. Жігіттердің бірі: "Мұның домбырасын қайтеміз? Өзіміз алып қалайық" дейді. Сонда студенттерді басқарып жүрген жігіт ойланып тұрып, өңі сұрланып: "Жоқ, олай болмайды. Көріп тұрсыңдар ғой. Бұл үшеуі бір кісідей құшақтасып жатыр. Ана жатқан бауыр етінен жаралған баласы болса, домбыра жан жолдасы. Ендігі жерде мына домбыра да иесімен бірге өлген домбыра. Қойыңдар жігіттер, біз бұл үшеуін бір-бірінен айырмайық" дейді. Күпілі кісі бала мен домбыраны сол айқасқан құшақтарын жазбаған қалпында бір қабірге жерледік дейді ақын Мәриям Хакімжанова.